Барлықтарыңызға қайырлы күн. Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге таңғы ас дайындайтын боламыз. Бұл бізде күріш, кешке таман күш басқан болатын, соны жылтып беретін боламыз. Обычно бізде алмат жаңадай жұмыртқа жейді күнделікті. Бұл жолы енді жұмыртқа емес, күріш жеп кетесін дедім. Сонымен ол да оған келісті. Одан кейін какао мен шоколад жасап берейін деп едім, бас тартты. Таңғы аста кей кезде ішіп кететін бар какао. Одан кейін папамыз да қосымша шай ішеді, или болмаса кофе ішеді. Мінекей таңғы ас дайын болды. Таңғы астарын беріп болғаннан кейін барып, жаңағыдай өзім тірліктермен жүре беремін. Алмат енді өзі киініп, папасынан бұрын шығып кетеді. Папасы Алматтан кейін шығады. Сыртымнан құлтайды дағы, кілтті жаңағыдай есіктің алдына лақтырып кетеді. Есікті құлтамасақ болмайды, өйткені кейбір адамдар кәдімгідей кіріп кетеді. Бұрындары қалай жүргенімізді білмеймін. Бұрындарда кіріп кететін, өйткені біздің бұрынғы баратамыз оп-оңай аша алатын. Кез келген адам ашып кіріп кете беретін. Енді бұл жолы аша алмайтындай қылып жасадық. Тек қана өзіміз ғана аша аламыз. Бірінші жасаған кезде де оп-оңай ашып алатын елдердің барлығы, өйткені ішінен әшейін темір іліп қойған болатын. Ол темірді саусағымен жылжытып жіберсе, жаңағыдай есік оп-оңай ашылатын. Кішкентай балалардың өзі де ашып алатын, кей кезде таңғалатын, қалай ашып алды деп. Бір-екі оқитын баланың өзі де тез ашып алатын. Одан кейін елдің бәрі уже спокойно ашып кіре беретін болғаннан кейін осындай құлып жасатқан болатынбыз. Енді қазір жақсы болды, спокойно отырасың, ешкім кіріп кетпейді. Алдында қызық болатын. Кешке таман папамыз прогулка жасап келеді енді далаға. Сол кезде есікті құлтауды ұмытып кетіпті. Сөйтіп біреу есік қағып айқайлайды. Сөйтіп далаға шықтым, сөйтсем мүлдем танымайтын үлкен кісі. В общем, сәл енді ішкені бар, біреуді іздеп жүрмейтін, ондай кісіні танымаймын дедім. Сөйтіп есікті жабайын десем, жапқызбайды. Маған телефонымды бер, мен звондаймын дейді ғой. Мен айттым, телефонымды бермеймін, шығыңыз үйден десем, кәдімгідей маған қарай келе жатыр да. Сөйтіп қорыққаннан айқайлап жібердім шынын айтқанда. Ол кісі де енді білмеймін, қорқып кетті ме, әйтеуір бұртылдап ары қарай кетіп қалды. Мүлдем танымаймын, түрі де бір қорқынышты екен. Сөйтіп артынан заборды сразу құлтап алдым. Сөйтіп есікті де құлтап алдым, заборды да құлтадым, есікті де құлтадым. Содан кейін папамыз келгеннен кейін айттым, енді есікті құлтап жүр, осындай жағдай болды деп едім. Кім дейді. Мен айттым, қайдан білейін, ол кісіні танымаймын мүлдем деп жатырмын. Бірінші рет көріп тұрмын, может шатасып келіп тұрған шығар, білмеймін ғой енді. Бірақ енді түрі қорқынышты кәдімгідей. Содан кейін есікті құлтап жүретін болдым, есікке қарап жүретін болдым. Есік құлтанып тұрма деп күндіз де түнде де. Телефон сұраған кезде де кәдімгідей ұрсып сұрап отырады, телефонымды маған бер, мен звондауым керек дейді ғой. В общем-ше, если телефоныңызды бере тұрасыз ба деп айтатын болса, онда беруге болады да. Енді прям енді андай ұрсып, зекіп, адамды жұлқылап сұрағаннан кейін кәдімгідей қорқады екенсің. Ендігі кезекте сіздермен бірге нәскилерге белгі салатын боламыз. Қате естіп тұрған жоқсыздар. Алматтың нәскиіне белгі жыл сайын салам, өйткені папамыз бен Алматтың нәскиі бірдей. Енді бар арасында сәл өзгешелеу. Папамыз түйенің жүнінен дейді, иттің жүнінен дейді. В общем, сондай жүннен жасалған нәскилерді киеді, соларды жақсы көреді. Алматқа енді бірыңғай қара нәски аламыз. И папасында да жартысы қара нәски, екеуі бірдей да. Екеуі шатасып киіп кете береді. Одан кейін гигиена бар дегендей, сондықтан екеуінікі екі бөлек болу керек. Пока бізде нәски қоятын жер жоқ, бір шкаф болғаннан кейін барлығын бір жерге қойып қоюға тура келеді. Сол нәски салатын органайзерге бөліп қойдық. Бір бұрышында менің нәскиім, екінші бұрышында папасыныкі, үшінші бұрышында Алматтікі. Алматтың нәскиіне жасыл жіппен белгі салып қойдым. Алматтың өзіне де ескерттім, осындай болады сенің нәскиің, осыған қарап жаңағыдай ажыратып кие бересің деп. Ендігі кезекте сіздерге көрсетіп жатқаным арнайы осындай порошокқа арналған қасық. Қолдан жасалған болатын, баклажкіден, жарты литрлік. Бірнеше жыл болды негізі қолданып жүргеніме, өте ыңғайлы. Порошок мүлдем шашылмайды. Негізі порошоктың өзінде де бар сондай қасықтар, жаңағыдай өлшеуішімен бірге, бірақ енді маған осы ұнап тұр. Ешқашан ауыстырмаймын, осымен жүре беретін боламын. Одан кейін барып стиральный машинаның ортасына осындай іліп қойдым. Тоқтың жаңағыдай шнуры жерге түсіп кетпесін деп. Өте ыңғайлы, жаңағыдай жерге түсіп кетпейді, автоматты түрде ілініп қалады, өйткені шнурдың басы кәдімгідей үлкен, жаңағыдай ілгіш жібермейді жерге қарай. Одан кейін Алмат екеуміз түскі ас іштік, Алматқа жұмыртқа қуырып бердім.
Барлықтарыңызға қайырлы күн. В общем, базарға шығып бара жатырмын. Мынау алдында алған пальто, мінекей. Негізі жеңін қысқарту керек, мен әлі жеңін қысқартқан жоқпын. Әшейін жаңағыдай қайырып қойған болатынмын. Ішінде осындай жылы кофта. Бізде дала деген өте жылы, керемет. Енді базардың іші сәл салқындау болады, қанша дегенмен де. Өзімнің жаңағы қара курткам бар еді киіп жүрген. Соны киіп кетсем ба деп ойлаған болатын. Жеңілдеу енді. Бұтыма трико, су куртка өте ыңғайлы еді да. Ары бері жаңағыдай базар аралағанға негізі. Прическа әшейін жай ғана осындай стильде мінекей базарға бара жатырмын. Міндетті түрде сумка. Сумкасыз болмайды, өйткені ішіне неше түрлі зат саласын. Бұл бұрында жаздың күні алған сумкам болатын. Өте керемет сумка. Маған қатты ұнады. Негізі студенттерге, мұғалімдерге өте күшті кетеді. Барлығы сиіп кетеді. Мысалға базарға, магазинге барған кезде осы сумканың ішіне барлығын сыйдырып аламын да кете беремін. Мен осыдан да үлкенін алу керек па деп ойлап қалдым, өйткені барлығын сумканың ішіне салып жүре беретін. Или мысалы шопер алу керек, в общем. Базардан келдім, өте қатты шаршадым. Мына жерде енді түсіріп жатырмын, сөйлеуге шама жоқ, шын айтқанда. Мынандай этикеткасы өте үлкен екен. Барлық жерін араладым, түпкір-түпкірін, ешқандай бұрышын қалдырған жоқпын. Шын айтқанда өзіміз өтірік аралап жүргенбіз ғой. Біраз жері бар екен киім сататын, ол жерлерін мүлдем білмейді екенмін. Шын айтқанда осы жолы көзім жетті, қай жерде қандай жаңағыдай мебель сатады, қай жерінде қандай көрпешелер сатады дегендей барлығын аралап келдім. Кейбір жерінде киім де сатады екен. Одан кейін барып өзіме осындай костюм шалбар алдым. Осыны зорға таптым. Сұр түсіне негізі тойға бордовый цвет деген болатын. Бордовый костюм киіп көрдім. Ол маған мүлдем жарасқан жоқ. Одан кейін мен бойым кішкентай арық болғандықтан маған киім табу өте қатты қиын. Мынаның өзін зорға тауып алдым, шынын айтқанда. Үйто бұның өзі де маған сәл үлкендеу болып тұр. Бұны енді мен қысқартатын боламын. Жеңін, жаңағыдай етек жағын, одан кейін мына жіптерін сәл көтеретін болам. В общем, бұл костюмде біраз өзгерістер болайын деп тұр негізі. Жай әшейін күнделікті киімдерді негізі табу маған өте қиын. Той киімдерін айтпай-ақ қояйын. Оларды вообще сыз тастайын. В общем, осыны өзін зорға тауып алдым. Размері көп келе бермейді маған. 44-ті беріп жатыр. 44 енді бізде вообще шапан болып кетеді ғой. Кәдімгідей пальто сияқты болып қалады. Ал 42-ні өзім киіп тұрмын. Бұның өзі маған сәл үлкендеу. Маған 40-шы размер болатын шығар деп ойлаймын осындай костюмнен. Негізі бұндай костюм шалбар өте көп. Бордовый цветті дейсің ба, қара цветі ма, осындай сұр цветі ма, барлығы осындай бір фасондағы костюм шалбарлар, в общем. Одан кейін осылардың барлығын алып болғаннан кейін менің ойыма Гранд Базар есіме түседі ғой. Уже барлығын алып қойдым. Содан кейін барып ойладым, бірінші сол жаққа бару керек еді, сол жақтан көру керек еді деп жатырмын да. Ол базар менің есімнен мүлдем шығып кеткен. Киімді алып болғаннан кейін барып есіме түседі. Енді ол Гранд Базарға көп бара бермегендіктен ойда жоқ ондай, тек қана ауыл береке ғой бізде, содан шықпаймыз негізі. Гранд Базар енді қымбат ол жақ. Қымбат болғаннан кейін адамдар көп бара бермейді ол жаққа. Жаңағыдай тып-тыныш өзіңмен өзің аралайсың. Ол базарға баратын болсаң демалып келесің кәдімгідей. Іші тып-тыныш, ешқандай музыка жоқ, ешқандай улау-шулау жоқ. Кәдімгідей миың тынығып келеді. Сатушылар да өздерімен өздері әйтеуір бақыртып телефонды қоймай, жаймен ғана тыңдап отыратын. Іші де өте қатты ыстықтап терлеп шығасын. Енді кім таразда тұрады, кім күнделікті Гранд Базарына барады, солар біледі негізі. Біз енді күндегі бара бермейміз. Енді бір рет бардық, Алматы жаңағыдай киіндіріп қайтқанымыз бар бас аяғынан. Үшін менің киіну қағидам өте қатты қиын. Мен тек қана детскийдан киінуім керек. Шын айтқанда осы киімді іздеп жатқан кезде кішкене детскийға да көзім түскен болатын. Ішінде тәуірлеу бір киімдер болса, сол детскийден алсам ба деген ой болған болатын. Мен ойлаймын, енді маған сәл толу керек шығар деп. Сол кезде киімдер шақ келетін болады. Ет алып келген болатын, сол еттерді тұздадық, жаңа остық, сонымен біраз табақтарым далаға шығып кетті. Үлкен-үлкен табақтарды пайдалануға тура келді. Ендігі кезекте сіздермен бірге косметиканы жинайтын боламыз. Енді күнделікті косметиканы пайдаланғаннан кейін барлығы орнынан ауысып кете береді. Солардың барлығын қайтадан орнына қойып қоямыз. Күнара өйстіп реттестіріп тұратын бар. Енді арасында осындай пайдаланбайтын жаңағыдай нелерім бар, косметикаларым бар. Соларды шығарып жатырмын. Керек болып қалады деп тастамай жүргендерім бар. Енді арасында сіздерге енді помадаларымды көрсетіп жатырмын. 3-4 қалған. Одан кейін карандаштан енді көп жинаппын, как будто суретші адам құсап. Жартысы еріндігі, жартысы жаңағыдай көз бар, қас бар дегендей солардың карандаштарын барлығын жинай берген ғой.
Бұл жерде енді мен көбінесе күнделікті боянамын. Уходовый косметикаларым да осы жерде тұрады. Енді тартпа кішкентай болғандықтан жаңағыдай көбісі сия бермейді. Қанша жинасаң да жиналмағандай болып тұрады. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай мінекей шашылып тұр. Бірінің үстіне бірі мініп тұр. Маған мүлдем ұнамайды. Пока енді солайынан болып тұр, солай тұру керек болып тұр. Енді басқа жаңағыдай варианттар жоқ. Одан кейін сіздерге мінекей карандаштарымды көрсетіп жатырмын. Бұл жерде бізде көбісі Vivienne сабуының карандаштар екен. Жартысы жаңағыдай ерінге бояйтын жаңа ашық түсі дейсің ба, қызыл түсі дейсің ба, қоңыр түсі дейсіз ба, барлығы бар. Одан кейін көзге арналған карандаш алған болатынмын қоңыр түсінен. Ол мүлдем маған келмеді. Жаңағыдай ішінде карандаш кіріп кете береді, одан кейін сәл аллергия бере ма, әйтеуір көзім қыши береді. Содан кейін оны пайдаланбайтын болдым. Одан кейін барып қасқа арналған карандашым да өте көп екен, как будто бір қасты күнделікті сызып жүргенде әйтеуір қастында карандаштардың барлығын алып алғам ғой. Бірақ енді қасты мүлдем сыза алмаймын. Үйрену керек негізі. Қаншама видеоларды сақтап, сызсам да қолымнан келмейді негізі. Видеом аяғына келіп жетті. Видеомды аяғына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар.